Сәлем достар, кепсидегідей қытырлақ әрі дәмді тауық етін өзіміз-ақ үйде жасайтын боламыз. Ендеше видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп қойыңыз. Үйіңізде тауықтың қандай еті бар, соны қолдана берсеңіз болады. Мен кәдімгі окорочканы қолдандым. Оны бөліктерге бөліп, мариновка жасап қойдым. Ол үшін үстіне тұз, қара бұрыш септім және сарымсақты майдалап турап қостым. Бұл жерде лимон шырынын да қосуға болады. Осыларды жақсылап араластырып, тауық етін жарты сағатқа қойып қоямыз. Ол дайын боламын дегенше қиярын және ұнтағын дайындап аламыз. Қиярды дайындау үшін бізге 2 жұмыртқа, жарты шай қасық тұз, аздап қара бұрыш себеміз. Осыларды жақсылап вилкамен араластырып, үстіне салқын су құямыз. Су мен жұмыртқа жақсылап араласқан соң, жарты кесе ұн қосамыз. Ұнды түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырамыз. Нәтижесінде осындай сәл ғана сұйық масса шығады. Енді аунатып алатын ұнтағын дайындаймыз. Ол үшін ұнға кішкене тұз, паприка және қара бұрыш себеміз. Егер ащылау болғанын қаласаңыз, онда қызыл бұрыш сеуіп жіберіңіз. Жарты сағат маринадталған тауықтың етін бірінші ұнға аунатып аламыз. Одан кейін қиярға малып алып, қайтадан ұнға аунатамыз. Бұл жерде ұнның орнына панировочный сухарий да қолдансаңыз болады, бірақ ұнмен де өте дәмді шықты. Осы тәсілмен тауық етінің барлығын дайындап аламыз да, қатты қызып тұрған майда қуырамыз. Екі бетін кезек-кезек ауната отырып, шамамен 20-25 минуттай қуырып аламыз. Мінекей жасалуында ешқандай қиындығы жоқ, тез жасалатын тауық етіміз дайын болды. Ал дәміне келсек, өзім күткеннен де өте керемет болып шықты. Сырты қытырлақ, әрі іші жұмсақ болды. Бұрын мен мұны басқа рецептпен жасайтын едім, бірақ ол кезде мұндай дәмді болмайтын. Ал осы жолы өте керемет шықты. Алдағы уақытта да осы рецепті қолданып жасайтын боламын. Сіз де отбасыңызды дәмді тағаммен қуантып қойыңыз. Сіздермен болған Замира.